Ғалымдардың зерттеуінше бір адам дүниеге келу үшін 300 миллион ұрық шашылады екен. Сол ұрықтың ішінен аналық жасушаға бір ұрық қана жетеді екен. Сіз өмірге келуге мүмкіндік алдыңыз. 299 миллион 999-ы шейіт болып кетті. Сіз ендігі жеңімпазсыз. Сіз бақыттысыз. Не, осы тұрғыдан қарайтын болсаңыздар өздеріңізге, жеңімпаз екеніңізге, бақытты екеніңізге осы тұрғыдан қарайтын болсаңыздар, біз үнемі адамдармен қарым-қатынас жасаймыз ғой. Сол кезде көбіне ойлап, уайымдап қалады, көп адамдар ұнасам екен деп. Бірақ сіз өзіңізді қалай қабылдайсыз, адамдардың барлығы да сізді солай қабылдайды. Сіздің ішіңізде бақыттымын деп, жеңімпазбын деп ойласаңыз, ақ адал таза ниетіңіз болса, міне адамдар да сізді солай қабылдайды. Қанша жерден кім не айтып жатырса да, сіз сенімдісіз, өзіңіздің қандай екеніңізге білесіз. Міне ешқандай адамдармен қарым-қатынас жасаған кезде ұнайын деп емес, өзіңіздің ішіңізге ақ адал таза ниетіңізге ғана жұмыс жасаңыз. Ішіңізге жақсылық жинаңыз, махаббат жинаңыз, бақыт жинаңыз, нұр жинаңыз, мейірім жинаңыз. Барлық жақсылықты жасаған кезде міне сіз сол болып тұрасыз. Сондықтан да сіз қандайсыз? Өзіңізді қалай қабылдадыңыз? Міне дәл солай қабылдайды адамдардың барлығы да.